Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры үлпілдек жұмсақ болып шығатын ерекше булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Барлық заттар бөлме температурасында болғаны жақсы. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен 1 ас қасық дрожжімізді саламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описанияда тағы да қалдырдым. Сол жерден де көрсеңіздер болады. Аштығымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен осылай ұнымызды електен өткізе отырып қосатын боламыз. Ұнды електен өткізгендеріңіз дұрыс болады, себебі ішінде арасына ауа кіріп, булочкилеріңіздің жақсы көтерілуіне себеп болады. Ұнымыздың барлығын осылай қосып болғаннан кейін лопатаның көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ішінде іртік қалмайтындай жақсылап араластырып болғаннан кейін столыңыздың үстін шамалы ғана сұйық маймен майлап жіберіп, сол жерге қамырыңызды түсіріп, қолыңызды шамалы ғана сұйық маймен майлап, осылай қамырмен жұмыс жасауға бастаймыз. Қамырымызды жақсылап осылай біріктіріп, кейіннен ортасын шамалы ғана ашып жіберіп, алдын ала шығарылып қойған сары майымызды, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды осылай қамырымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Бұл процесстердің барлығын табақтың ішінде де орындауға болады. Егер сізге сол ыдыстың ішінде орындау ыңғайлы болса, сол жерге де жасай берсеңіз болады. Бірден сол табақтың үстіне майыңызды салып, жақсылап араластырып шықсаңыз да болады. Маған осылай столдың үстінде жасаған өте ыңғайлы болды. Сол себепті осылай жасап шықтым. Енді осылай жақсылап майын араластырып болғаннан кейін үстінен 2 шай қасық сірке суын қосамыз. Сірке суы, яғни уксусымыз міндетті түрде 9% болуы керек. Сонда сірке суыңыз аштығымен реакцияға түсіп, жақсы, лөпілдек, өте әдемі, жұмсақ, мамықтай жұмсақ булочкилер пайда болатын болады. Бұл құпияны көбі біле бермейді. Енді сізде бұл құпияны білетін боласыз, және өте кереметтей булочкилар шығады деген сенімдемін сізде. Егер дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыз, міндетті түрде шығатын болады. Қамырыңызды осылай жақсылап билеп алғаннан кейін, қамырыңызды салатын ыдысыңыздың ішін жақсылап сұйық маймен майлап алыңыз. Жан-жағына толығымен жағып шығамыз. Осылай жақсылап жағып алғаннан кейін, қамырымызды ішіне салып, бетін пищевой пленкамен немесе салфанмен жауып, шамамен 30-40 минут шамасында жылы жерде көтерілгенше қойып қоятын боламыз. 30-40 минут шамасында біздің қамырымыз осылай өте лүпілдек кереметтей болып көтеріліп шығады. Қамырымызды столымыздың үстіне түсіріп, қолмен осылай шамалы ғана жайып жіберетін боламыз. Кейіннен оқтаудың көмегімен біркелкі етіп, тік төртбұрыш етіп жайып шығатын боламыз. Осылай жайып алғаннан кейін ортасына алдын ала ерітіп дайындап қойған бөлме температурасында еріген сары майымызды біркелкі етіп лопатканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Майымызды жағып болғаннан кейін, дәл видеодағыдай 2 жағын бір-біріне беттестіріп бүктеп алатын боламыз. Кейіннен осылай пышақтың немесе осындай қамыр бөлгіштің көмегімен бөліп алсаңыздар болады. 8 бөлшекке бөлсеңіздер де болады. Мен 7 бөлшекке бөлдім. Менде үлкендеу көлемде болып шығады. Егер сәл кішірек формада қаласаңыз, онда 8 бөлшекке де бөлсеңіз болады. Қамырыңызды 2 жағына осылай дәл видеода етіп қайырып, форма жасап, осылай біріктіріп аласыз. Біріккен жерін мұқият бекітуге тырысыңыздар, ашылып кетпейтіндей жақсылап бекітіп қойыңыздар. Дайын болған қамырларымызды пергамент қағазы төселінген противеньге салып, 10 минутқа бетін пакетпен жауып қойып қоятын боламыз. Бұл уақытта сіздің қамырларыңыз көтеріліп, көлемі үлкейетін болады. 10 минуттан кейін осылай жұмыртқамыздың сары уызының үстіне 1 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, осы сұйықтықты булочкиларымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Байқасаңыздар, қамырымыз жаңаға қарағанда әлдеқайда көтеріліп қалды. Енді осы қамырларымыздың үстінен ақырын ғана жұмыртқаның сары уызы мен сүтіміз араласқан сұйықтықты ақырын ғана жағып шығатын боламыз. Сүйікті менің көрермендерім, менің каналым сіздер үшін пайдалы болып жатқан болса, немесе ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналға жазылып, каналдың алға дамуы үшін үлес қосып кетуіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Булочкиларды қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен максептім, қалауыңызша күнжітпен де әсемдеп қоюға болады. Булочкиларымызды қызып тұрған пешке салып, 180 градусқа қойып, 30 минутта пісіріп алатын боламыз. 30 минутта біздің булочкиларымыз өте керемет болып пісіп шығады.
Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Байқап тұрғандарыңыздай, булочка өте керемет, пышный, өте дәмді болып шығады. Дәмі өте керемет, мамықтай жұмсақ болып шығады. Дүкендегі сатып алған булочкаларыңызден әлдеқайда керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де интернет желісінде, WhatsApp желісінде басқа да жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Каналды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.